Петропавлда еңбек сіңірген спорт шебері Жамбыл Тасименовтың құрметіне арналған грек-рим күресінен ашық республикалық турнир өтті. Дәстүрлі жарысқа Қазақстанның барлық облысынан 15 команда қатысты. Жарыстың бас қонағы Жамбыл Тасименов, Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы, Қазақстан чемпионы, КСРО спорт шебері. 1964 жылдан Петропавл қаласындағы Солтүстік Қазақстан облыстық жастар спорт мектебінің жаттықтырушы қызметін атқарды. Ал 1994 жылдан бастап нөмірі 1 Солтүстік Қазақстан облыстық дарынды балаларға арналған мамандырылған мектеп интернатының директор қызметін атқарды. Жамбыл Тасименов Солтүстік Қазақстан облысының грек-рим күресінің дамуына орасан зор үлес қосты. Оның арқасында мектеп интернаты құрылды. С каждым годом интереснее. Жыл сайын турниріміз қызықты бола түсуде. Біз ересектер арасында турнирлер өткіздік. Ал жасөспірімдер арасындағы турнир тартысқа толы болып өтеді. Өйткені олар бір-бірімен ашық күреседі. Бұл маған өте ұнайды. Бүгінгі турнирге қарағандылықтар өздерін жақсы көрсетті. Қырғызстаннан келген балалар да олардан кем түспейді. Жамбыл Тасименов атындағы грек-рим күресінен жарыс жыл сайын өтеді. Биыл 17-ші рет ұйымдастырылып отыр. Турнирге Қазақстанның барлық облыстардан 15 команда келді. Сондай-ақ Қырғызстан елінен 14 спортшы бақ сынады. С нашего Казахстана приехали. Дүбірлі додаға Қарағанды облысы, Теміртау, Саран қалаларынан 3 құрама команда келді. Сондай-ақ Ақмола облысынан Көкшетау, Атбасар командалары да жақсы өнер көрсетті. Павлодардан да командалар бар. Бұл турнир ел чемпионатын алдындағы дайындықты пысықтау деп айтуға болады. Төрешілердің айтуынша бұл турнир қатысушыларға ел чемпионатына жолдама береді. Алдияр Жылқайдаров, Лаура Рагимова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.